Сәлем достар, бүгін сіздермен жұмсақ үй жағдайында булочка дайындайтын боламыз. Күнделікті өзіміз тұтынып жүрген заттардан жасаймыз. Менің арнама тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге шекерімізді, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Шекеріміз ерігенше араластырамыз, қыздар. Жақсылап еру керек. Ашытқы мен шекерді араластырып болған соң, оған ақ майымызды, сосын 2 жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұнымызды 2 бөліп, 3 бөліп саламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр болды. Бұның бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз, көтеріледі. Қамырымыз әдемі болып осылай көтеріліп шығады. Оны дөңгелек бөліктерге бөліп шығамыз. Әр бөлігін 40-50 грамның аралығында жасаймыз. Осылай пленканың бетіне жайғастырып, барлығын тегіс түгелді домалақтап шығатын боламыз. Барлығын домалақтап болғаннан соң бетін пленкамен жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Ісіну керек. Ісінген соң табамызды майлап, табамызға жайғастырамыз. Бетіне тегіс жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Пешіміз міндетті түрде қызып тұру керек. Қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. Бетіне күнжіт септім. Сіздер де күнжіт себіңіздер. Күнжіт дәмді болады, әрі сәнін келтіретін болады. Міне біздің булочкамыз дайын, жұмсақ. Міне арасы губка сияқты бір әдемі болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып кетіңіздер.